Шриватри Ануш, Алишер Сулейменов, Абу-Даби Open. D4, at F6, C4, G6, F3, D5. Эрнст Грюнфельд қорғанысы. CD, at D5, E4, at B6. At C3, піл G7, на негізгі орталыққа шабуыл жасаймыз. Піл E3 рокировка, уәзір D2 сарбазды негізгі орталыққа қойдық. D5, C6 біздің ең басты мақсатымыз мына қарсыластың негізгі орталығын қирату. H4 алдық және at B7. H5. Орталық тұрақта сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасаса болады, бірақ керемет шабуыл деп айта алмаймын. At F6 барлығымыз мына негізгі орталыққа шабуыл жасап тұрмыз. Алдық. Енді бәрібір H жолы ашылған жоқ. Біз бұл жерді жақсылап тұрып қорғап отырмыз. Егер де айырбастайтын болса да оған дайынбыз. Рокировка және піл D7. Патша B1. Патша үнемі өзін B1-де жақсы сезінеді. Тура C8, енді болашақта бізге C жолы керек болады-ау деген ойдамыз. Патша A1. Енді Шриватри Ануш барынша сақтануға тырысып жатыр. E4. Біз енді жолды босату әдісін пайдаланудың амалы біздің осындай іс-әрекетіміз. Піл D4 және at A4. Енді мына өрт сөндіргіш қорғаушы деген лақабаты бар. Осы аттың көзін жою маңызды дүние. At G2, мына at деген мына пілге, піл деген мына тураға кедергі жасап тұрған көріп тұстыр. Уәзір A5 және Fe. Fe орталық тұрақты емес. Мына атқа әртүрлі жақтан мына жерден шабуыл жасап отырмыз, мына жерден шабуыл жасап отырмыз, және мына жерден шабуыл жасау амалдары бар, және негізгі орталыққа да әртүрлі нәрсе. Байқасаңыздар, мына екі ойыншы мүлдем іске қосылмаған. Алдық, піл C3 және уәзір A4. Бәріміз мына жерге шабуыл жасадық. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз, өйткені атпен кірейін деп тұрмыз, содан кейін мына жерге және мына жерге шабуыл жасаудың амалы болады. Уәзір былай және уәзір E4. Уәзір E4, тура H4. Бір нәрсеге сеніп тұрған шығар. Неге сеніп тұрған түсініп тұрған жоқ. Мүлдем ойыншылардың барлығы деген әлсіз. At G4. Біріншіден мына жолды ашуға тырысамыз. Екіншіден болашақта мүмкін атты да E3-ке қойып, әртүрлі амалдарды қарастырамыз. Алдық және уәзір D2. Уәзір D2, тура C2 қомағалар қатарына кірдік. Және уәзір D4. Мына жерде 1.77 болатын болса, мынадан кейін 4.37 болды. Алдық және тура D2 соңғы қатардың әлсіздігі. Не аттан айырылады мына D4-тегі, не мына F1-ге кіріп, қарсылас деген соңғы қатардың әлсіздігі. Осындай тамаша партияны біздің отандасымыз Алишер Сүлейменов ойнады.